Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы қамырдан өте дәмді болып шығатын етті бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бәлішке қажетті заттардың мөлшерін видеоның астындағы описаниядан көре аласыздар. Алдымен тартылған етімізге дәміне қарай тұз, бұрыш салып қосып аламыз. Содан соң картопымызды турап аламыз. Пиязымызды да ұсақтап турап дайындап аламыз. Енді қатпарлы қамырымызды алып екіге бөлеміз. Менде дайын дүкеннің қамыры, сіздер өздеріңіз дайындасаңыздар да болады. Қамырдың бір жағын үлкендеу қылып кесіп аламыз. Ол бәліштің астыңғы жағына жаятын боламыз да, ал кішкене бөлігін үстіңгі жағына алып қоямыз. Міне осылай формамызға сай қылып қамырымызды жайып аламыз. Енді формамызды кішкене сармен маймен майлап, үстіне қамырымызды орналастырамыз. Үстіне осылай туралған картопымызды орналастырамыз. Картопымыздың үстіне ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Содан соң тартылған етімізді саламыз. Енді жаңағы қамырдың бөлігін жайып алып, үстіне жабатын боламыз. Жан жағын қолымызбен бекітеміз. Міне бекітіп алдық жан жағын. Енді осылай пышақтың көмегімен тесіп қоямыз, ортасына ауа барып тез пісу үшін. Содан соң үстіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Енді осы бәлішімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіреміз. Міне біздің етті бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міне мен қазір турап көрсететін боламын сіздерге. Сырты қытырлап, іші ылғалды болып піседі. Яғни орысша айтқанда сочный болып піседі. Сіздер де дәл осылай пісіріп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.